Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай өте қатпарлы, еще қытырлап тұратын, шашырап тұратын самсан рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге 700 грамм ұн және 400 мл су қажет. Суға 1 шай қасық тұз саламыз, 2 ас қасық сұйық май құйып араластырамыз. Енді осыдан қамыр илейтін боламыз. Қамырды барлығын есептегенде 10 минут илейтін боламыз. Алдымен ыдыста басы біріккен соң үстел үстіне түсіріп, стол үстінде илейтін боламыз. Сол ыңғайлы болады. Қамырымыз біріккеннен кейін осындай дөңгелек қылып, пакетке салып, 30 немесе 40 минутқа тындырып қоямыз. 30 минуттан кейін аламыз, қамырымыз жұмсарады, қарасаңыздар. Жұмыс істей бергің келеді, бір эластичный, әдемі қамыр болады. Сонан кейін оны бір қайырып, тағы да 30 минутқа немесе 1 сағатқа пакетке салып тындырып қоямыз. Қарасаңыздар, қамырымыз пластилин сияқты әдемі болып тұр. Енді бұны тағы да қойып қоямыз қазір, жарты сағат немесе 1 сағатқа. Қамырымыз тағы да онан сайын әдемі болады, қараңыздар. Қалай жұмсақ, еще эластичный. Енді стол үстіне ұн сеуіп жеріп, қамырымыздың үстіне ұн сеуіп, осылай жайып шығамыз. Бірінші осылай қолмен мұжып шықсаңыз, жаюға ыңғайлы болады. Сосын жаямыз. Қамырды 2 бөліп жасауға да болады негізі. Ал мен целый жасадым. Алдымен ұн сеуіп, еттің қамыры сияқты размерге келген кезде үстіне крахмал, менде кукурузный крахмал себеміз, сол кезде қамыр жабыспайды, осылай жұқа болып жайылады. Сосын жегін осылай бір жаптық, оның үстіне оқтауымызды қоямыз да, оқтауды ораймыз енді. Оқтауды орағанда да, оқтауды бір орап тартамыз қамырды, бір орап тартамыз. Сол кезде біздің қамырымыз одан сайын жұқара бастайды. Сосын менде қазір памятім бітіп қалады. Осылай тартып отырып көрдіңіздер, Содан кейін еттің қамыры құсап, оқтаудың үстінен тіліп шығамыз да, рулет құсап орап шығамыз сосын. Түсіндіңіздер ғой, Сосын осылай морозильникке қойып, 1 сағатқа морозильникке қоямыз. Қатты болу керек қамыр. Егер жұмсақ болса, ортасы ашылып кетіп, нервіңізға тиетін болады. Сондықтан жақсылап қатыру керек. Сосын қатты болғаннан кейін, осылай аласыз да, шетінен жайып-жайып, салмаңызды салып, үшбұрыштап, духовкаға пісіріп аласыз. Жұмыртқа жағып, мен бетіне күнжіт септім. Осындай қызарғанша пісіріп аласыз. Сықырлап күшті болады.